Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін міне 38-ші сабаққа келдік. Мәтіннің тақырыбы және мәтіндегі негізгі ой дегеніміз не? Балалар, каналға жазылып, подписацияны басып, лайк басуды ұмытпаймыз. Бүгін міне 6-шы жаттығуға келдік. Оқы дейді. Менің інім Негеш сияқты көп білгісі келетін, сұрақты көп қоятын бала. Бүгін мені сұрақтың астына алды. Сынып деген не? Сенің сыныптастарың кімдер? Мектепте сабақ беретін кісіні кім дейді? Мен бірден жауап бере алмай тосылып қалдым. Сен оған қалай жауап берер едің? Енді тапсырма: оқығанның мәтін екенін дәлелде, мәтіннің тақырыбын анықта, мәтінде кім туралы айтылған және мәтінге ат қой дейді. Балалар, біз алдындағы сабақта өткенбіз, мәтін дегеніміз мазмұн жағынан өзара байланысты екі немесе одан да көп сөйлемнен құралады, және олар ортақ тақырыппен байланысты, ендеше осы біздің оқығанымыз, бұл мәтін, өйткені сөйлемдер ортақ тақырыппен біріккен, мазмұны жағынан байланысқан. Алдымен менің інім сұрақты көп қояды деді, оның қоятын сұрақтары туралы және оған жауап бере алмағаны туралы жазған. Яғни бұл мәтінде інісі туралы айтылған. Және де осы мәтінге менің інім деген ат қойсақ болады. Осыдан түсінетініміз, балалар, тақырып, мәтіннің тақырыбы мәтінде баяндалатын оқиға мен ойдың түйіні. Яғни біз тақырыпқа қарап, мәтіннің не туралы екенін білсек болады екен. Енді 7-ші тапсырмаға қарайық. Оқы, берілген сөйлемдердің мәтін құрамайтынын дәлелдеп көр дейді. Яғни мәтін емес екенін. Бауыржан түскі үзілісте асханаға барды. Досжанның мінезі ашық. Жания кітабын күтіп ұстайды. Ол кимелеп кезекте тұрғандардың арасына кіріп кетті. Санжар өлеңді мәнерлеп оқыды. Кезекте тұрғандар реніш білдірді. Марғұлан мектеп алдында ұзақ тұрды. Бірақ Бауыржан түк естімегендей тұра берді. Әрине, бұл мәтін емес, берілген сөйлемдерде мәтін құралмайды. Өйткені сөйлемдерде ортақ тақырып жоқ және олардың мазмұны жағынан бір-бірімен байланыспаған. Әрқайсы әр нәрсені баяндап тұр. Енді сөйлемдердің ішінен мәтін құрайтындарды көшіріп жаз деді. Бұл жерден қандай мәтін жазсақ болады? Бауыржан түскі үзілісте асханаға барды. Ол кимелеп кезекте тұрғандардың арасына кіріп кетті. Кезекте тұрғандар реніш білдірді. Бірақ Бауыржан түк естімегендей тұра берді деген мәтін құрасақ болады. Және осы өзіміздің құраған мәтіннің тақырыбын асханадағы кезек деп қойсақ болады. Өйткені ол асханадағы кезек туралы, асханаға барған Бауыржан туралы. Енді 8-ші тапсырмаға қарайық. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы дейді. Білімді ізде еңбектен дейді. Білім терең теңіз бе, білім еңбек егіз бе? Рухани азығым осы екеуі деңізде. Дейді атам білімді, еңбек пенен сен ізде. Ермахан Шайхыұлының өлеңі екен. Енді осы жердегі тапсырма қай тармақтарда автор айтқысы келген басты пікір берілген дейді. Басты пікір менің ойымша 2-ші тармақта берілген. Білім ізде, білімді еңбекпен сен ізде деген. Енді өлеңнің аты негізгі ойды беріп тұрғанын дәлелдеп көр дейді. Білімді ізде еңбектен дейді. Яғни өлеңнің аты негізгі ойды беріп тұр. Өйткені өлеңде білімді еңбекпен іздеу керектігін, екеуі егіз ұғым екені айтылған. Сондықтан өлеңнің тақырыбы негізгі ойды білдіріп тұр. Енді негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді көшіріп жаз дейді. Балалар, мына жердегі білімді еңбекпенен сен ізде деген сөйлемді көшіріп жазып алыңдар. Және де тағы да есте сақтайтын нәрсе, мәтіндегі негізгі ой автор айтқысы келген басты пікір. Яғни біз мәтіндегі негізгі ойдан ол бірақ сөйлем болуы мүмкін, немесе бір азат жол болуы мүмкін. Яғни ол автордың айтқысы келген басты пікір екен. 9-ші тапсырмаға қарайық. 9-ші тапсырмада бізге мәтінді оқы дейді. Уәде қасиетті серт. Сыныптасым Гүлжан екеуміз жалғыз тұратын Майра жеге көмектесуге ұйғардық. Үйді жинап, дүкеннен керек жақтарын әкеліп бердік. Ол кісі бізге риза болып батасын берді. Өзімен бірге шай ішуімізді өтінді. Біз сыныптастарымызбен киноға баруға уәде беріп қойғанымызды айттық. Майра жай: дұрыс қарақтарым, уәде қасиетті серт. Уәделеріңде тұрсаңдар, қадірлерің артады деді. Балдырған журналынан алынған екен.
Енді бізге айтады мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықта дейді. Мәтіннің тақырыбы өзі жазылып тұр, иә, уәде, қасиетті, серт. Ал мәтіндегі негізгі ой ол уәденің қасиеті, иә, уәдеде тұрсаң қадірің артатыны туралы. Одан кейін әжейдің жауабын қайталап оқы. Осы жауапта 2 нақыл сөз бар, соны тауып көшіріп жаз дейді. Әжейдің сөзі қайсы? Міне, дұрыс қарақтарым, уәде, қасиетті, серт. Уәделеріңде тұрсаңдар, қадірлерің артады деді. Бұл жерде уәде, қасиетті, серт деген, және уәделеріңде тұрсаңдар, қадірлерің артады деген 2 нақыл сөз бар екен. Осыны қатесіз дәптерлеріңе жазып алыңдар. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.